Ассалаумалейкум достар, сіздермен бірге мен Аско достар. Бүгін бізде Человек-паук Спайдермен модқа обзор болатын болады. Қараңыздар, неше түрлі костюмдер бар бұл. Мынау енді Тони Старктың жасап берген костюмы. Ирон Спайдермен сол. Мынау дейтін ана білесіздер ғой, Человек-паук көргендер біледі. Үйге қайтар жол жоқ дейтін бар ғой. Нет пути домой. Содағы мына костюм, мына киілмей жатыр просто. Сондай болады. Мынандай паутиналармен атады. Мына қолыма сары затта домалақ болатын еді, сол деп ойлап тұрмын енді. Мынау симбиот дейді. Мынау PS4-тегі, мына 2002 жылғы Тоби Магуайрдың костюмі. Мынау Человек-паук. Мынау по идее мен ойлаймын, мынау Том Холландтың ең алғашқы костюмы. Или болмаса мынау Андрей Димаш соңғы шығар. По идее Том Холландтікі ау. В общем, киіп көрік бұларда. Ойбай. Постройкам сындырттан. Базарнет, похуй. Так. Алайық. Бұда ең мықты костюмы осы. Қараңыздар. Чапқа. Ой, аяқ киім. Короче, мына затын алайық. Екі зат. Так. Алу үшін қойған турскийді алма деген. Қараңыздар. Өте керемет мод. Сіздер мысал ретінде мен моб шарт төлесем деп болады жалпы. Ботшын шартсам. Қараңыздар. Өте керемет мод. В общем, Человек-паук мод қабыл. Сіздер арна түрге лайк басып отырыңыздар. Қанша лайк көп болған сайын түрлі модтарға обзор болады. Мынау бізде былай Человек-паук атақтан паутина ататын еді, білесіздер ме? Том Холландтың костюмі сондай. Сосын тағы да бір зат көрсетіп жіберейін. Сіз осы костюмді төменге құлап жатсаңыз, уайымдамаңыз ғой, короче. Сосын суға қарай барып аласыз да түсе саласыз. Негізі жақсы мод бұл негізі. Мен мана інімен қарылған мына мод. Кайф. Осы костюмді алуға постоянно рахат. Выживание болған кезде бұның способностьтар тез жүгіреді, қатты секіреді, сосын удар мощность көп береді. Сосын ұшатыны бар достар, қараңыздар. Ой. Қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Сол жақ, оң жақ бұрыш. В общем, сол жақ үстіде бұрышта менің персонажым көрініп тұр ғой, яғни костюмым. Сол қазір қараңыздар. Ой. Жынға тиіп болған ес. Тоқта. По идее бізде мынандай болу керек. В общем, ұшу керек жалпы негізі. Жалпы достар ұшу керек. Қазір қарап жіберейін тағы. Жалпы ұшу керек. Мінекей достар, ұштаны. Көрдіңіздер ғой? Көрдіңіздер, солай ұшап. Қазір выживание қалып, бір мобпен қырылатын болам сізге. Сіздерге көрсететін болам сізге деп қойын. Так, достар, мен жалғастырам. Короче, қазір зомби толтырып қойдық. Айнан қойып тастаймыз. Выживание оламыз. Қараңыздар, способностьтар. Ұштық короче. Қараңыздар, қалай шатын. Супермен сияқты шат бұл негізі. Өте сондай мықты. Тормен кетейік. Келіңдер. Так. Негізі бұл модқа мен көп үйрене салған жоқпын, жалпы көп ойнамай бұл модпен. Мен басқа модтармен ойнау көбінесе Тор жайында жақында бейді. Ұша беретін ес. Мен неге спонсорстарым шықпай жатыр екен. Қараңыздар мынандай бар. Қыпысын алады қазір. Мен өз киносында бұл кеткен негізім бақты ғой. Жабылмаңдар. Способностьтар бар сияқты екен негізі білмеймін. Жалпы способностьтар бар бұны. Осы достар бүгіндікке мод осы. Келесі қандай мод қалайсыздар соны жазып кетіңіздер. Мен барынша тауып
шығаруға тырысатын боламын. Өздеріңізге жақсы болып, мысалы новый мир ашамыз, создавать етеміз. Edit версии легко қойып қоямын мен постоянно. Бесконечный плоский мен плоский жарайды. Бұларды енді бұлардың маңызы жоқ, жалпы мен өзім үшін істеп жатырмын. И маңыздысы экспериментіде көп мынандай қосылмаған заттар тұр. Соның бүкілін қосып шығамыз. Сосын кейбіреулеріңізде мынау өшіп қалуы мүмкін, чит дейді. Соны міндетті түрде қосамыз. Сосын education edition дейді. Соны қосасыздар. Астыға барасыздар. Модты қосасыздар. Болды. И ойнайсыздар. Просто мод қосылады. Кейбіреулеріңіз енді жазуларыңыз мүмкін комментарияға мод қосылмайды, мод істемейді деген секілді. Мод істейді, жаңа қосудың тәсілдері бар, сол арқылы қоса аласыздар. Ол тәсілін көрсетіп отырмын. Кірсін, қазір загрузкасы болып жатыр. Мінекей кірді. Мінекей шлем үйрестері мінекей. Просто мод дайын тұр. Киіп алайық. Жоқ, неге мен бұны кием? Неге басқасын киіп көрмес? Мысалы мынау симбиот дейтінді. Симбиотпен қойық. Білмеймін, мен постоянно кірген сайын осыны киерім. Просто маған ұнайды. Неге симбиот дейтін костюм осындай екен, жалпы әдемі. Шын осы достар, сау болыңыздар. Видеоны арнаған тіркеуді лайк басуды ұмытпаймыз. Қош болыңыздар.